әруақтардан хабар таратып жатыр дейді ғой. Әруақтар айтты деп. Кешке шырақ жағылады. Одан кейін мысалы Арыстан бабаның аруағы келіп тұр дейді. Соның бәрі тұрып амандасады. Соның Арыстан баба жаңағы аққу немесе сұңқарға келіп біреуге аманат етеді, бірісіге құрбандық шал дейді, біреулерге емдеймін дейді мысалы. Емдел дейді? Емдейді ғой енді, ем салады. Сенің сөзіңе қарасам, Арыстан бабты шақырып ала салады екен. Иә, Қаған бабаны, Райымбек атаны, Мұқағали атамыз да Өз жерде шақыра салмайды, өз жерде аруақтар өздері келіп тұрады. Жиналысқа келеді. Олардың айтып отырған сөздеріне қарасаң, оларға әруақ деген ойыншық. Ол әруақтармен ойнап кетті де, Шыңғысханды шақырып алдық. Шыңғысхан осылай деп айтты. Азан қойып шақырған есімін тура айтпасаң, әруақ ешқашан келмейді. Оның үстіне аға, о кісі ислам жолымен жүрсе, ол аруақ деп айтпау керек қой. Оны біз айтпауымыз керек. Қолыңда хирани керат ұстап отырған екенсің, әруақ жоқ деп айтпауымыз керек. Оны ислам айтып жатыр оған. Оған айтып жатыр. Біз әруақ туралы айтамыз, бірақ қасиетті қазақ жүйесі арқылы айтамыз. Мына әруақпенен тіл қатысу биіктігіне жету керек екенін білмейтіндер әруақпен айналыса бастады. Ол өте қауіпті зат. Аға, енді бұлар деген аруақпен ойнама деп отыр. Яғни бұлар деген жаңағы шыраққа келген аруақтар, ол деген бір шықырғанда жиналып қалып, жаңа қызметке тұра алады екен, ол деген дұрыс емес деген сияқты әңгіме айтып отыр енді. Иә, дұрыс қой, енді бір жағынан алғанда ол дұрыс қой, егер де мына шынымен білім тұрғысынан алған кезде, осының бәрі дұрыс емес. Егер де білім тұрғысынан алған кезде ол тіптен шерк қосып болып кетеді. Білім тұрғысынан алған кезде ол серік қосып болып кетеді. Білім тұрғысынан алған кезде мүлдем ол енді солай кете беруге болады білім тұрғысынан алған кезде. Оның бәрі дұрыс емес. Ал енді бұл жерде Алла тағала мына Құранды кез келген адамға түсінуге бермеген де. Егер де Құран кез келген адам түсіне беретін болса, онда ол кезде ол Құран жойылады. Ол Құран өзінің құндылығынан алынады. Сондықтан Құранда сондай хикметтерін түсіріп қойғанда, енді ғылымды, Құранды ескерткен, ғылымды Алланың өзі үйретеді. Оны кезінде соны өткен Шәкәрімда, Абайда, бәрі де осынан өткен ғой. Бұл жерде бұлар енді қазір ең болмаса бұндай білім тұрғысында осындай жағдайда біз Шәкәрімге, атамызға, Абай атамызға, Мәшһүр Жүсіп атамызға, соларға сүйіну керек еді. Солар не айтты деген соң. Олар қанша деген жақын ғой енді кеше. Осылардың бәрі жоққа шығарады да, енді бұның логикасы енді. Анау ол деген әруақ дегенге өйтуге болмайды, хабар келтіруге болмайды, басқа болмайды. Жарайды, мақұл. Дұрыс. Бірақ енді олар енді соны өздеріне біз ақиқатты қажет деп. Енді ақиқаттың үлгісі қандай? Олар енді ақиқаттың үлгісі білім дейді. Ана біліп алдың, бол сен ақиқатпен жүрің. Қалған бәрі не болса осын дейді да, осыны ақиқаттың үлгісі бірінші сенің өз тағдырың түзеу болу керек та. Отбасың болу керек. Ақиқаттың үлгісі сен өмірге, біз не үшін өмірге келдік? Бізге текті жаңғырту, яғни тектерін тану үшін. Өмірге қасиетті тек ұрпақтарда келу. Сол сияқты ақиқаттың үлгісі сол өзіміздің өмір сүрген замандағы, сон Құранда ашып айтқан жамандықты дейді, жамандықты. Мына жақсылықпен кетір деген. Сол кезде дейді, сол екі ортада тұрған нәрсе өзің досыңдай болып кетеді дейді. Яғни досыңды көбейту. Ол қандай мына? Осы заманда қазір атқан қайфет, асылып өт, балдар өздерінен қол салып, асырып, көшеге түсік тастап, сосын ең қазіргі белгісі болған Алла тағала қапайымдағанда мына өзі мына албасты ауру тәжділер, яғни коронавирус. Сонан сен ауырмайтындай, өзің ауырмайтындай, соның шипасындағындай халыққа үлгі көрсетуің керек. Енді осындай жағдайдан енді ғылым дегеннің өзі, біз енді ғылым дегенді білім дейміз, әр жерден жинап алған соның бәрін білім дейміз да, осын біліп аламыз да, сосын біз қазақ артықпыз дейміз. Мен ырза болғаным енді қазақтың көп сөздерін тірілткен енді. Тірілткенде қалай енді? Бізде енді клетка деген сөз жоқ, ДНК деген сөздердің ұғымдардың бәрі біз Европадан алғанбыз ғой. Соның бәрін ол ақ деп, не деп, қазақшылаған. Енді осының өзі де еңбек қой. Мен соған ырза болдым сырттай. Бірақ оның абызбын дегенде, оның осын дегенде оған келіскен жоқым. Сонымен біз тағы осы парақшаның бетінде тағы кездесті Тоқтарменен. Сол Тоқтармен кездесімен көп ескертулер беріп, ақыры келісінбей жаңағыдай жағдайменен ажырадық. Ол өзінікін дұрыс деді, мен енді Құранды дұрыс дедім, ол Құранның ол арабқа келген бізген. Енді қара, жарайды, енді осылай біз тәңірші болайық.
біз тек қана сонымен ғана қалайық. Бірақ мына қазіргі осы білімдердің бәрі қайдан келді? Біз орыстан алдық барлық көп нәрсені. Орыс халқымен ДНК бүкі, мына аура бүкіл барлық білімдер зерттеген микроскоптың клетка дегеннің өзінде біздің ата-бабаларымыз не микроскоптың клетканы көріп па? Медицинаның барлық қанша дамуын барын біз дайын түрде алдық қой. Енді сол ақпараттарды қайдан шықты? Сол ақпараттар қайдан? Христиан дінінен шықты, Тәуреттен шықты, Забурден шықты, діндерден шықты ғой. Құдай үйретті ғой оның бәрін. Ана Жан Кусто деген барлық енді отқанда тіптен Карл Маркстың өзі терістеу арқылы біз қаншама философия соның бәрін түзедік қой. Бәрін соны алдық қой салыстырғанда. Оның бәрін біздің ата-бабаларымыз айтып кеткен жоқ. Қазақта болған жоқ. Бізде оның түп негізі болды, теоремасы болды. Енді қазір айтса ол мынау ислам дұрыс емес дейтін болса, исламдағы қазір исламмен әлем өмір сүріп отыр ғой. Әл-Фарабимен әлі толық зерттеген жоқ. Әл-Фарабимен, Омар Хайямменен, Беруни бар, Ұлықбек бар, осылардың бәрі исламның өнімдері емес па? Исламның ғұламалары ғой енді осының бәрі. Яссауи бабамыздың бүкіл түркі мемлекеті барлығы осындай, біз қарыз дейді ғой. Ал енді соның бәрін Құдай берді ақпаратты. Ал енді олардың болса соның бәрінен біз тәңірлік деді халықты соның бәрінен бас тарту керек қой. Ал сенің оны мойындадың ба? Бол, сен исламды мойындап қойдың. Ислам деген сол. Сен қана әлемнен алдың ба ақпарат? Соны пайдаландың ба? Сен исламдасың енді сен. Ислам бір деген. Енді ол айтады, бұлар исламда жоқ дейді. Бір. Екінші жағына әруақ дегенді ұғымды біз тек қана қазақтың ұғымынан аламыз. Міне, ең қателік неде тұр? Ал енді ол әруақ деген ұғым бүкіл әлемде тұр ғой. Оны христиандар святой дух дейді. Ол дәлелдейді, оның қандай ақпарат екенін, оны Буддада тұр. Енді ана тұрған 8 біз қазақта бар ғой. Мына 8 қырлы, бір сырлы дейді. Ол қыр деген немен байланысты? Ана Будда тұр ғой 8 қол. Соған табынады ғой. Неге 8 қолға табынады? Неге оны адамды 8 қол шығарып қойып? Осының бәрі айналып келгенде сол мына Алланың Құран арқылы түсірген сол қалам білімі ғой үйретіп жатқан әлемге. Сондықтан енді не істеуіміз керек? Біз енді өзіміздегі бар ұғымды соларға көрсетіңіз. Сендердің мына святой деп жүргендерің, сендердің мына айтып жүргендерің ол қазақта әруақ дейді. Қазақта оны мынандай деп біз сөз ғылымменен жазуымыз керек та. Енді қазір аятта Алла айтады, логика қанда анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мақұл, дұрыс емес дейік. Бірақ сонда қазіргі бүкіл мына спидтен бастап барлық аурудың шипасы мына біз әлеуметтікті мыңдаған адамдар бар. Жазылып жатыр. Тіптен жазылмайды деген аурулардың бәрі жазылып жатыр. Енді осыған айтпай ма, енді осыларың енді дұрыс емес деп. Осылар айтпай ма, дәлел тұр ғой бізде. Біз ұсынып отырмыз ғой. Мына жындыханадан кез келген жындыны алуға болады, оны жазуға болады. Қазіргі міне 8-ші түр албасты мына бас ауыру келді деп отырмыз. Бірақ соның бәрін теріс деп отыр. Енді 3-4 жылдай мен ақпарат беріп тұрдым ел билікке. Қандай оқиғалар болатын, мына ақшаның қандай болатын, құнсызданатын, елдегі оқыған. Ақыры олар тыңдады да, тек амал қалып отырды да, ешқандай бізден шаруасы болмады да. Айта берсін дегенді. Бірақ олар тыңдап отырды. Енді қазір біздің айтып атқан сон тағы да ақпаратты беріп атымыз 50% көрініп жатыр ғой. Ал енді қалған 50 орындалмайды деген Құдайдың ісінде тұр. Кешегі 1,5-2 айдан бұрын кезде бастарыңа көрінсін деді, Арабияны солады деген кезде, Меккені солады деген кезде. Сөйлеп жазды. Қарғыс деген сол ғой. Бастарыңа көрінсін деп кәдімгі аштан ашты. Тұр ғой ана неде пікірлерінде тұрған. Сол кезде айтылды ғой, ұшақ құлайтыны айтылды, қонып неғал, соның бәрі болып жатыр ғой. Жол апаты көбейіп, қазір қаншама қарап салыстырсаң болып жатыр ғой. Ал енді соның бәрі, сол хабарлардың бәрі дұрыс емес деген ақылға, логикаға сыймайды да. Болып жатқан бар нәрсені жоқ деген ол алып тұрған, ол енді іблістің жобасы ол. Енді аруақпен ойнама дейді. Дұрыс, енді арақпен ойнама дейді. Ол енді былайынша айтқан ғой. Енді сол енді олай болса, сол аруақпенен ойнап жүргеннің ең жоғарысы мен ғой.
ойнап жүрген. Енді мен зерттемеймін, бұл 19-20 жылдан бері әруақпен ойнап, шерік қосып жүр. Бұл енді неге сонда Алланың бұның қарғысы атпайды, уәдесі қайда деп. Сонда Құдайды жоқ қылып отыр ғой. Құдайдың хикметін жоқ қылып отыр. Бұл жерде не отыр? Бұл жерде Құдай жоқ болып тұр да. Құдай жоқ. Құдай ештемеге араласпайды, ештемеге жауап бермейді, тағы масқапшылардың несін қайталап отыр да. Яғни біз біліммен айтамыз, сол біліммен ғана жүру керек. Бұл жерде Құдайдың әрекеті жоқ. Құдай жазалаушы емес. Құдай беруші емес. Яғни Құдайсыз Құрай сынбайды дегенді, сол ғана тәңірлік діннің негізі Құдайсыз Құрай сынбайды, оның ұстанымы. Соны сол тоқтар да қасын отырған жоққа шығарып отыр. Негізгі Тәңір деген ол дін бастауы деп түсіндім. Тәңір деген Алладан басқа Тәңір жоқ дейді. Тәңір деген ол қуат өлшемдері. Көктің тәңірі кезінде бөлек-бөлек тәңір ғой. Мысалы, ауа райының, желдің тәңірі, оттың тәңірі, судың тәңірі, қарап отырсаң, барлығында өз тәңірлігі, яғни киесі бар. Киесі бар да. Енді сол киелердің бәрінің иесі Алла болды, басқарушы. Сол қуаттардың бәрі Алладан шығады. Сол ұғымға келдік. Мейлі қандай қуат болсын, оның иесі Алла, Алланың мүлкі. Құдай болды. Енді біз Құдай дейміз, ол ішкі не? Жалпы айтқан кезде енді Алла. Алла деген ол Алла деген сөз бәрін бауыраушы, бәрін иесі, бәр қуаттың егесі. Алладан басқа тәңір жоқ дейді соны. Басқа тәңір жоқ. Алла ол тәңір болды. Енді онан бүкіл жаңағы әлемді де жүргізіп тұрған бұна жұлдыздың бар планеталардың бәрін тәңірі Алла. Сол осыған келіп, осыған енді осыны түсініп, Құран түсірді. Құранды, яғни жинақ, соның ішінде тұр, бәрі тұрған. Сенің тәңірлік ұстаныңда, енді бұл жерде мынандай айтып отыр да, бұрынғы заманда бізде ол есеп жүйесі табылған жоқ, қазір заманда білім болған жоқ, әлем дамыған жоқ, физика, математика, осындай бәрі дамыған жоқ қой енді. Енді қазіргі кезде ақпаратта, барлық ақпаратты алып отырмыз да, сондай жақта біз тек қана өзіміздің таныммен, табиғатты таныммен ғана өмір сүрдік. Яғни жұлдыздар бақылау, көкке қарап, сондықтан біз көктеріне табынған деп, көк арқылы біз өмір сүрдік. Солай болу керек болды. Ал енді тек қана бұл өмірдің бәрі тек көктегі жұлдызға байланып тұрған жоқ қой. Жұлдызшылар сондай болдық. Жұлдызбен байланысты өмір сүрдік. Ал енді қазір жермен де байланысты, табиғатпен байланысты, ауа райымен байланысты. Ең соңында қазір неге келдік біз қиямет? Барлық нәрсенің кілті бұрын енді ойлады ғой. Яғни бұрын енді оның бәрін әсер беретін не? Егер де ай солынан тусақ не болады? Жұлдыз мынандай болса не болады? Ол кезде тәңірлік ұғымда не болды? Барлық әсер жұлдызбен байланысты, болмаса аймен байланысты, күнмен байланысты. Сондай тәңірлік қуаттарды сондай басқаруды үйренді. Енді сөйте-сөйтеді, бір уақыттарда енді ол барлық қуаттарды біліммен басқаруға болады деген ұғым келді ғой. Алланың өзі деген сөз, ол адам сен ішіңде тұрым деген сөз. Біз сол ұғымға енді келдік. Яғни барлық нәрсеге адам кінәлі, адам соған әсер береді деген келдік. Яғни жер бетінің халифасы деген ұғымға дінге енді ғана келдік. Біз соны мойындамау үшін соғысып жатырмыз. Бірінші адамның өзіңді бастасаң, өлді сен енді сол Алланың тәңірлік қуатының сипатысың. Бір деген сол ғой, бір сипатын айналу керек. Бір Алла деген сөз, сен бірге айналуың керек, бүтін болуың керек, тұтас болуың керек, адам болуың керек. Яғни, сондықтан сен адам болсаң, сен кез келген жерге әсер бересің дегенде, бұрын ондай болған жоқ қой. Қазір қараса енді мына жерде Құран арқылы мен маған Құран қатымды оқытып отыр, қаншама адамдарға әсер беріп отыр. Көрсетіп отыр, дәлел ғой. Сол сияқты бұрын енді ата-бабаларын көрсетпеген адам арқылы су тоқтатуға болады, теріс ағызуға болады, жаңбыр жаудыруға болады. Осында қазақта тұр ғой. Енді соның бәрін бір тұтас қылып, енді соны Құранға алып келіп, кез келген адам, яғни бір тұтастықта келген, біз ауа райына да әсер ете аламыз, біз табиғатқа да әсер ете аламыз. Біз енді мына ғылымға тіптен өмірге ұрпақ әкелуге де, бірақ ол жерде жеке-жеке емес енді. Біз көп болып, бірлік болып, яғни бірліккен сайын, енді біздерге мысалы қазір орыстар кеп қосылатын болса, орыстарға бұлтын болса, онда тіптен бұл қуат артады. Яғни айтқанда бұл ерде хикметтер басталады. Олардың біліммен қосылады ғой. Біз соның бәрі сөйте-сөйте тұтасқан түрік мемлекеттер бірігетін болса, бір тұтас, сол әруақтық жүйеменен әруақтар қосылады да, біз енді
әлемге әсер береміз да, бүкіл әлемді басқарамыз. Яғни қазіргі уақытта Абай атамыз осыны айтып кеткен да. Бұрын қазақ деген әлемге қуат қоспақтығы бір-біріне қуат қоса алмайды. Бұл жерде не болу керек? Біз немен мақтануымыз керек? Біз мұна қазір бұның бәрі десін. Мен масқап тұстаным, қанапи масқабым, 5 уақытымнан ұран ұстаймын. Мен ана тарихатқа барымда пірге болдым, мен тәңірші болдым, мен христианмын, я болмаса мен ел билік сайлақ болдым, мен саған прокурорым келгеннен мен сотпын, мен ел билеушім деген бәріміз өзімізше бөлек-бөлек тәңір болып алдық да. Бөлек-бөлек тәңір. Яғни масқап енді тек ол тәңір болды да, бүкіл ислам сол деп отыр да. Сол сияқты тарихат тәңір болып алды да, тарихат арқылы бәрін басқаруға болады деді. Осының бәрі жалған. Не болу керек? Осылардың бәрі бірігу керек. Яғни Алладан басқа тәңір жоқ. Сол кезде барып біздің бірлігімізге, соны Алла бір тұтас тілектерді қабылдаушы дейді.